Сұлу. Салатовый свет, машалла. Керемет. Ал қош келдіңіздер. Керемет. Бүгін алтыншы лектің қоштасу эфирі демде бір ай өтіп кеткен екен. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Құдай қаласа осы алған білімдеріңіз өздеріңіздің өмірлеріңізге өте керемет өзгерістер әкеліп жатқанына өте қуаныштымын. Ал Алмагүл ханым, сөз кезегі өзіңізде. Бастайық. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Сіздердің жүздеріңізді көріп, бір марқайып қалдым. Негізі мынандай бір ақиқат бар ғой. Адам өзі өзгеруге дайын болса дейді да, бәрін көре бастайды дейді. Сіздер жаймендеп өздеріңіз рұқсат ете бастаған сияқтысыздар. Соны сезіп жатырмыз. Біраз осознание келіп жатқан сияқты. Енді бұл білім өзіңізбен жұмыс болғаннан кейін өздеріңізге уақыт бөле алмасаңыздар, оны Алмагүл деп бере алмайды сіздерге. Оны дұрыс түсінулеріңіз қажет. Мен кеше өзіме до такой степени екінші параллельный курсты бітіріп жатырмын. Біраз шәкірттерім қалааралық келіп жатыр. Сіздерге де жаңағы сіздерді ойлап жатсам, сіздермен біраз жұмысым бар да, негізі бітіретін. Соған Алла тағала бәрін ыңғайлап қойғанда, сөйтіп барлығына жеткіздіріп жатыр да. Сіздермен де жұмысымды аяқтатқызып береді. Сіздерге дейін 3 ай оқыған кісілермен жұмысымыз кеше аяқталды. Сол үшін айтқым келгені, сіздердің бір айлық білімдеріңіз негізі өмір бақи білім да, негізі түсінген адамға. Өйткені өзіңізді танудың кілті бар екенін сіздерге қолымыздан келгенше сезіндірдік, беруге тырыстық. Оған куәгер өздеріңіздің сыныптастарыңыз, өздеріңіздің өмірлеріңізде өзгеріс басталды. Баста қалай келді Ақкенже ханым? Мысалға, Ақкенже ханым ақша деп айта бастады. Мысалы Ақкенже ханым, аудионызды аша аласыз ба? Сол кезде мен Ақкенже ханымға айттым да, ақшаны қоя тұрыңызшы Ақкенже ханым. Бұл ақша деген нәрсе басқа нәрсе дедім да бұл кісіге. Бұл кісі қабылдады, қабылдамады, өзі біледі. Бірақ барынша ақша тақырыбы не үшін ол кісіге келіп жатқанын жай қарапайым тілмен айта бастадым. Ақкенже ханым, өзіңізді сыйлаңыз, өзіңізді сүйіңіз, демалыңыз, өз қалауларыңызға көңіл бөліңіз, айналаңыз сезіне бастаңыз, жолдасыңыздың жақсы бір бинокль техникамен бойынан тазалық іздей бастаңыз. Ол кісінің қате жағын, минус жағын көрмей ақ қойыңыз. Бар шығар ағайдың бір жақсы қасиеттері, жақсы ойлар бар шығар ол кісі туралы деп мен айттым. Өйткені ақша тақырыбы да болсын, басқа да тақырыптарыңыз болсын, ол сіздердің өздеріңіздің дұғаларыңыздың нәтижесі ғана еді негізі. Материальный әлем сіздердің ойларыңыздан құралады, достар. Яғни, сіздердің күйеулеріңізбен, бала-шағамен, анамен, мынамен сыналып жатсаңыздар, ол деген сөз сіздердің ойларыңыздың нәтижесінің бірегейі деп айтып жатырмыз. Ғалымдар зерттеп қойған уже. Адам тану ілімінде айтылған. Все мысли материальны деп айтып тұр. Даже космостың өзі бірінші ойдан құралған. Бірінші, мысалы, түрлі планеталарда примерно ойлаған бар шығар сондай нәрсе. Ол жерде су бар шығар, ол жерде ауа бар шығар, ол жерде өмір бар шығар деген ой болған бірінші. Сол ойдың желегімен примерно схема құрып, ғалымдар зерттеуге ұшқыштарды жіберген. То есть нелерді, жаңағы арнайы космосқа баратын ұшқыштарды. Дұрыс па? Бірінші итті жіберген. Ит аман есен келгеннен кейін барып адамды жіберген. Сол үшін бұл білім, маған сіздер ақша айтыңыздар, мейлі біреумен проблемаңыз айтыңыздар, біреумен сыналып жатсыздар ма, күйеумен ұнамай жатыр ма, ажырасайын деп жатсыз ба, қосылайын деп жатсыз ба, ренжісейін деп жатсыз ба, бөтшет проблема өміріңізде болып жатса, оның бірақ қана жауабы бар. Ол сіздің ойларыңыздың нәтижесі. Енді ойды басқарған жақсы ма? Жоқ, ол жағдайларды өзгерткен жақсы ма? Қайсы оңайырақ болады, достар? Адамдарды өзгерткен оңай ма? Жоқ, өзіңіздің ойыңызды өзгерткен оңай ма? Ақкенже?
ойды өзгертіп алған. Мгм. Кім өзінің ойын Включить осы бір айдың микрофоны. ішінде Ойды өзгерткен. осы бір айдың ішінде кім өзінің ойын басқара білді? Қыздар, Американың ғалымдары, именно психологтары 100 қарт кісіден бірдей жаста бір-бірін білмейтін анонимный опрос жасалынған. Бірақ сұрақпен ғана. Дәл қазір сізге Алла өмір берсе, неден бастар едіңіз деген кезде барлығының жауабы біреу ғана болған. Бір-бірін танымайтын қарт кісілердің жауабы біреу ғана болған. Білесіздер ма? Өз ойлау қабілетімді қолданар едім деп айтқан екен. Сонымен, мен сіздерге сұрақ қойып тұрмын. Осы жерде отырған қазір бізде 10 шақты кісі отыр. Айтыңыздаршы, осы бір айдың ішінде ойды ауыстырған адам бар ма? Кім туралы, не туралы? Постоянно позитивте. Мысалы, даже мына сауданың өзіне келген кезде мен бұрын қорқып отыратын едім, назатым өтпей қалатын болды, мынаны өйте алмай қалатын болды дегенде менде автоматом бәрі Алланың өзі реттейді, менде сауда жақсы деп бір ғана ойлаймын, таңертең болды, одан кейін ойламаймын. Вообще ойламаймын. Ойымыз өзгерді. Кеше біздерде де ана жұмысшым айтады, көруші. Апа кісі келмей қалып жатыр ғой деп ана беріп қалып, кісі келмей жатыр ғой деп мен что-то тұрып қалдық қой. Мен айтамын, жоқ, олай деме, біздің кісілер пробкада тұр. Пробка болып қалған оларда. Қазір деген келеді дедім ғой. Мынаның бәрі содан кейін шындай зулап, сосын кешке айтады, апа сіз айттыңыз ғой, бәрі кетті ғой дейді. Сондай. Күшті. Лариса ханым, ойыңыз ауысты ма? Кішкене өмірге деген, ақшаға деген, қызметіңізге деген. Иә, ойым ауысты негізі. Жаңағындай, айтқандай айтып жатыр ғой бәрі деп. Позитив ойлау керек деп, өзімізді бірдеме ойлап жатсақ, уже дұрыс жағына қарай уже ойлап, шүкіршілік етіп, жаңағындай ойымызды уже контроль жасай білетіндей. Жоқ, олай емес деп, уже сөйтіп ойланып қаласың да, басқа бірдеме ойлап жатқан кезде. Сондай ойлар бар енді, солай ойлап қалып, өз-өзімді ұстап, сөйтем, кей кезде қарап. Сосын біреулер бірдеме деп жатса да уже ойланам. Бірден агрессия шығармау, өзімді тоқтату деген сияқты. Сондайларды ойлап сөйтіп тұрам. Иә, сіздерге тікелей эфирда да жаттығу берілді. Ол да адам ғой депші, ода да жаман ой болу қауіпті ғой. Бірақ мен ол кісі үшін ойлай алмаймын. Бірақ мен өзім ол кісі туралы дұрыс ойлай аламын. Дұрыс ойымды қолдана аламын. Бірақ ол кісі өзі біледі, дұрыс ойлай ала ма, дұрыс ойламай ма. Бірақ мен ол кісі туралы дұрыс ойлауға хақым бар. Мен өзіме ол кісі туралы дұрыс ойлауға рұқсат етемін. Мен дұрыс ойды таңдаймын. Мен ол кісі туралы дұрыс ойды алмаймын. Иә, ол менікі емес. Ол кісі туралы дұрыс емес ой, ол менікі емес деп айту керек та періштеге. Өйткені періште әумин деп келіп тұр ғой сіздердің қастарыңызға. Ой азық деген кітапты табуды ұсынамын сіздерге. Ой азық деген қазақ психологы жазған. Үлкен ғалым кісі. Бұл кісі Кемел деген 5 томдық энциклопедия бар. Кемел деген. Ол Кемел адам емес, Кемел деген кітап бар, қыздар. Бұл кітапта бүткіл осы дүниежүзілік психологтардың бүткіл лайфхактарын жазып, қазақша аударып, халыққа, қазақ халқыма осы психологияны жеткізейінші деп келген ғалым кісінің кітабы. Бірақ ол кішкентай бірінші брошюра болып шығарды. Ой азық деген. Өте тиімді, бір көп болса 800-ақ теңге, қыздар. Сол жерде жаман сөзді айтып тұрсаңыздар, мен Аллаху акбар деп періште жазып алып кететкен. Күйеуім ұрса береді деп, Ақкенже күйеуім ұрса береді деген сөзді, күйеуім түсінбейді деген сөзді осы эфирда, осы алғашқы эфирда бір Құдай біледі 5-6 рет айтты. Енді ол күйеу өзгермейді ғой одан. Сол үшін ой азық деген кітапты алсаңыздар, менің алғашқы Алмагүл тез деген парақшам бар. Ол парақшам негізі инста парақша. Мен алғашқы осы 2012, 2016, 2014, 2013, 2014, 2015-те осы ой азықпен өзгергем негізі. Күшті. Сол үшін
Оязық деген кітапты алсаңыздар, менің сөзімді жақсы түсінесіздер. Алмагүл ханым, Трансформацияның оңай форматын беріп тұрмын. рұқсат болса, жаңағы марапатымызды беруге болады ма? Одан кейін бізде кейін топтық терапия болады, сосын сіздердің де өздеріңіздің іштеріңіздегі ойларыңызды айтуға сөз беріледі. Болады ма, иә? Я, болады, Майра ханым. Біз қазір бізде алтыншы шілекті бізде енді жұмыс болғаннан кейін белгілі бір межені аяқтауымыз керек. Өйткені әр нәрсенің өзінің қадірі болу керек, уақытына деген құрмет, білімге деген құрмет, және де сіздердің де бір жауапкершіліктеріңізді әттеген-ай деген сияқты нәрселеріңізді ажырата алу қажет. Бізде де өзіміздің жұмысымызға деген бір көзқарасымызды дұрыстауымыз қажет. Бәрі біз үшін тәжірибе да. Сол үшін достар, бүгінгі эфирді қысқаша қайырып тұрмын, бірақ мен таңғы эфирде бұл нәрселердің бәрін айтып жүрмін, айтамын тағы да. Жалпы қорытынды сабаққа қош келдіңіздер. Рахмет. Ат басын бұрып, ниет білдіріп, уақыт бөліп, ниет білдіріп келіп жатқандарыңызға. Енді бұл эфир бүгін сіздер үшін той, сіздер үшін тамаша бір межені бітіру, келесі межеге қадам басу, бір жауапкершіліктен келесі жауапкершілікке өту деген сияқты соны сезінуге шақырып жатырмыз. Я, Майра ханым, сөз кезегі өзіңізге. Иә. Ал құрметті достар, мынау бір ай бойына, даже 3 ай оқыдыңыз, иә, Райхан ханым, иә? Сізге керемет бір өзіңізге айна методикасы атынан бір сыйлық бергіңіз келіп отыр. Міне осындай күшті сертификат. Мінекей, печатталған. Керемет. Және сізге 50% жеңілдікпен келесі лекке сыйлаймыз. Жаңағы айна методикасына қатысып өзіңіздің айнаңызды танып, жан әлеміңізге деген құрметіңіз үшін тұлғалығыңызға жұмсаған энергияңыз бен уақыт бөліп, ерен еңбегіңіз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Сертификат сізге. Уже 3-ші ай оқыпсыз ғой. Қабыл алыңыз, Құдай қаласа, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Бізде 100.000 теңге ғой негізі оқу ақысы. Біз сізге 50.000 теңгеге келесі лекке рұқсат береміз оқуға. Келесі бізде Ғалия ханым сабақта жоқ екен. Ғалия ханымға дәл сондай сертификат, ол кісіде өте жақсы еңбектеніп жұмыс жасалды. 2 ай оқыды, бұйырса, ол кісіге де 50%, 50.000 теңгеге келесі лекті оқуға рұқсат беріледі. Келесі марапатымыз бізде Қалмағамбетова Динара ханым. Мінекей, сізге де өте жақсы жұмыс жасадыңыз өзіңізбен, тез айнаңызды тауып алдыңыз. Мен байқауымша, айналарыңызды тез табуға өзіңіз мықты жұмыс жасағаныңыз үшін сізге де осындай шын жүректен алғыс білдіріп, сертификатты ұсынамыз. Айна академиясынан қабыл алыңыздар. Сізге де егер келесі лекке оқимын десеңіз 50.000 теңгеге рұқсат беріледі. Ал ендігі барлық сіздерге осы 7-ші лек 7 қасиетті 7-ші сан болғандықтан келесі легіміз 1 июльде басталады. Сол 100.000 теңгеден 30% скидкамен 70.000 теңгеге барлықтарыңызға рұқсат береміз, егер жалғастырамын десеңіздер. Барлықтарыңызға. Осыны айтқым келді. Енді Айгүл ханым деген бізде келесі сіздерге телеграм чат берілді. Ол барлық біздің түлектердің кураторы. Таныстырамыз. Мен ол кісі эфирге кіретін шығар. Майра ханым, Айгүл ханымды бір шақырып келсеңіз, мен онда қазір нені айтып жерсем бола ма, рұқсат болса? Динара ханым, сертификатты алсаңыз, сертификат сізге арнайы беріп жатырмыз. Құтты болсын, Ғалия ханым, және де Райхан ханым, бұл сіздер үшін үлкен марапат. Бұл негізі, Райхан ханым, Ғалия ханым, Динара ханым, бұл кісілер нақты айнаны оқи алды. Бұл кісілер айна деген сөз нақты модельді оқи алды. Модельдарын оқи алды, іштеріндегі программаларының себебін ашты, оқыды, ерінбей, талпынып, талаптанып, бірақ терапиямды алған кісілер. Бұл кісілердің бәрі сіздер сияқты бірақ терапиямды алған кісілер. Мен не үшін көп терапия бермеймін, қыздар? Адам өзінің моделін оқуды үйрену қажет. Сол үшін еңбек тұр бұл жерде. Талаптану бар, иман бар, сенім бар, ждахат бар, өзіне деген құрмет бар да. Сол үшін бұл 3 кісі сіздерге үлгі деп ойлаймын, қыздар. Сіздер де оқуға тырысып жатсыздар, оқымай жатқан жоқсыздар. Бірақ бұл нәрсені 3 кісінің мен несін не үшін айтып жатырмын, арнайы Майра ханым.
бұл кісілерді шынымен де Алладан шынайы қорқу деп қабылдаймын мен. Кімге қалай тиеді бұл сөз, бірақ Алладан шынайы қорқу деп қабылдаймын бұл кісінің үшеуінің жауабын. Сосын жаңа 50 мың теңгелік жеңілдік, біз алдыңғы лекте барлығына тегін беріп келгенбіз, бірақ бір жылдық курс 1 жыл болайын деп жатыр, юбилейі 1 жыл. 1 жыл халыққа қызмет жасап, бұл еңбек уже брендқа айналды. Кеше Алмас ұстазында марапатын алдым. Айна бүткіл ПСП 8 шәкірттеріне де кеше 7-де де барлығына мені таныстырды, ұстаз ретінде. Сол үшін бұл Айна методикасы менікі емес, қайталап айтам, Алланікі. Сол үшін бұл методика арқылы шкалеңізбен сүңгудің өзіңізді танып, шынайы Алла тағалаңызға деген махаббатыңызды оятуға барынша талпынамын және қолынан келгенше үлес қосам. Жалғастырам деген кісілер 50% жеңілдіктеріңіз қолдансаңыздар болады, немесе басқа кісілерге сыйға берсеңіздер болады. Өздеріңіз білесіздер бірақ. Менің міндетім сіздерге осы сый-сияпатты Майра ханыммен бірге беру. Қалған кісілер сіздерге де өте жақсы баға беріліп жатыр. Негізі 100 мың, баға 100 мыңға өтті негізі. Біз уже 100 мыңға 7 адамды қабылдап қойдық, достар. 7-ші лекке. Просто ол жерде кішкене өзара бір жеңілдіктеріміз бар еді. Августқа дейін, июльдің 1-іне дейін деген жеңілдіктеріміз қолданып жатыр ол кісілер. Бірақ 100 мың екенін біліп отыр ол кісілер. Өйткені лимит бар, әр уақыттың, әр Алла тағаланың біліміне деген, біз білімді құнсыздандыруға, куратордың еңбегін құнсыздандыруға хақымыз жоқ. Сол үшін менің курсым сияқты курсты беріп жатыр әріптестерім, мен салыстырмаймын ешкімді, бірақ 500 мыңға беріп жатыр менің курсымды, 1 айлық курсты басқа кісілер. Сол үшін бұл жерде құндылықты дұрыс түсінулеріңізді сұраймын. Біз жай-жай әсте-әсте көтереміз бұл білімнің бағасын. Декабрьге дейін бұл баға ұсталып тұрады. Иә, Алмагүл ханым, Жақсы. осы лекте бір мықты жаңалық болғаны, күнде таңертең сіздің рухани дәрісіңіз тегін берілді сыйлыққа. Және барлық осы жердегі шәкірттерге өзімнің топтық терапияларымды, жеке терапияларымды сыйладым. Алдыңғы лектерде ол болмаған, білесіз ғой. Қош келдіңіз, Эльмира ханым. Қош келдіңіз. Және Шакира ханым да өзінің топтарында кураторлар бір терапия жасалды. Сол себептен өте бір керемет сабақ болды деп ойлаймын. Қазір енді былай жасасақ, осы жерде отырған достар, барлықтарыңыз ойларыңызды айтыңыздаршы, кім не түсінді, түсінбей жатыр, сұрақ жауап болса кішкене. Одан кейін Алмагүл ханым өзінің бір дәрісін береді. Қазір сұрақ жауап жарты сағат уақыт бөлейік, жарай ма? Кім сөйлегісі келіп тұр? Кім не айтқысы келеді? Айта берсін, тілек айтқысы келсе, бәлкім уәжі болса тыңдауға дайынмын. Кемшіліктер болса, сабақта түсініспеушіліктер болса, айтыңыздаршы, біз жауап берейік. Кім сөйлейді? Гүлнар ханым, сөйлейсіз ба? Сізден бастайық, иә? Әлде тілектеріңіз бар ма? Әлде лайфхактарыңыз бар ма? Кеш жарық, бүгінгі Алмагүл ханым, Майра ханым, Шакира ханым беріп жатқан білімдеріңізге көп-көп рахмет, Алла риза болсын. Сол сіздердің беріп жатқан білімдер арқылы өзімді танып, ең бірінші менің осы курсқа келгендегі бір ең жетістігім, ол менің Алланы тану. Өйткені осы уақытқа дейін мен особо мойын бұрған жоқпын деймін да, Аллаға деген. Менде осы курста мен Аллаға деген сенімім артып, өзіме деген сенімім артып, өз-өзімді тануға, менің жан-жағымда болып жатқан ол қарым-қатынас, бүткіл жағдай, ол менің дұғам, ол менің халім екенін. Айнам десеңізші. Иә, менің айнам, енді денсаулығыма байланысты ол менің халім, енді денсаулыққа байланысты деймін да. Сонымен әлі де оқу түсіну керек, өйткені сонша жыл өзім сонымен менмен деп келген басшылық қызметте басқыншы болып келген, өзім Алланың рөлінде істеп келген, бүткіл жауапкершілікті алып кеткен, бірден бас тарту мен үшін өте қиын, мойындаймын. Өйткені қанша оқып не қылып жатсам да, әлі нәпсім жібермейді. Сол нәпсімен күрес, Аллаға деген сенім арту, Алланың құлы екенің,
барлығы менікі емес, барлығы Алланікі екенін, барлық жауапкершілік өздеріне тапсырып, өз жауапкершілігінің өзінде болу, барлығына аяушылық емес, жанашырлық көзқараспен қарау, керемет. барлығын, сондай рухани дәріс арқылы мен ойлап тұрмын, қазір менің қарым қатынасым енді туған туысқандармен жақсы ғой дегенімен, ал өткен өмірде енді уақыттарда бір-бірімізбен бірге ұрысып қалған кездеріміз болды. Сол ұрысып қалған кездерімізді қайтадан кешірім сұрап Алладан рухани қарызды жабу осы өмірде. Не деймін, енді күйеуімді қабылдау толығымен, күйеуімді қабылдау, сол күйеуім арқылы балалардың өмірі, болашағы сол күйеуімді қабылдауыма, соны кешіруіне, соны кешірім сұрап тәуба жасауыма байланысты екенін мойындаймын, қабылдаймын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осы айна методикасымен, айна дәрісімен біз ары қарай өзімізді тануға, өзіміздің өсіп өнуімізге, өзіміздің қадірімізді, Алланың құлы екенімізді білуімізге көп себеп тигізіп жатыр. Өмірімізге дейін көп мүмкіншіліктер, молшылыққа келіп жатыр. Өзімді тануға мен әлі осы бірінші қатысып отырмын ғой, менде кішкене трансформация жүрді. Трансформация жүрген кезде мен денелерім ауырып, өзім ауырып, кішкене білімнің ортасында менде кішкене откат болды. Енді кішкене жөнді сабаққа қатысамаймын, өйткені ауырып та қалдым, денем қатты трансформация кезінде кішкене сбой берді ма, соны менде болады, солай қарсылық болады. менде кішкене сондай бір не болды. Бірақ енді өз-өзіме өзгерем деп, ары қарай 7-ші лекке қатысам деп отырмын. Бұйыртса енді өзімнің толықтай осы өз-өзімді танып, өзімнің қабілетімді ашып, Майра ханым айтпақшы, сіздің бәріңізде жеті атамен танысып, сол жеті атаның қабілет қасиеттерін бойыма сіңірсе деймін. Сол менің арманым өзіме және қоршаған ортаға пайдалы бол, Алланың ризашылығын алу. Сіздерге көп рахмет, Алла риза болсын. Гүлнар ханым, негізі кеше бізде бір әріптесіміз осындай дәл сіз сияқты үлкен басшылықта болған 40 жылдай, сол кісі де айтып тұр да, мен өзім шынымен де өзімді енді таптым деп жатыр да. Бұны мойындау да үлкен жомарттық деп тұр да. Мен сіздің жан дүниеңізді түсініп отырмын, Гүлнар ханым. Осындай ортаңыз сізді түсіне алатындай, осындай айтқаныңызды сезіне алатындай, сізді өзіңіз сияқты қабылдай алатындай группаластарыңыз бар да, Гүлнар ханым, бақыттысыз. Өйткені бұл кісі сізді өсектемейді, сізді сөкпейді, потому что сізден өзінің халін көріп тұр да, былайша айтқанда. Егер түсіне білген адам болса, өйткені біз бір-бірлерімізден тек қана өзімізді ғана көреміз да, достар. Не әдемі көрсек, демек ішкі әлеміміз тазарып жатыр. Негатив көріп тұрмыз да, онда әлі де жұмыс жасау қажет деген дүние. Одан кейін мынау сіздің осознанияңыз, ол негізгі бірінші бастапқы осы білімді алып жатқанда болатын дүниелер. Мен сізді құттықтаймын, бұл өте жақсы тәжірибе, нәтиже алады. Молодец. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мен тоқтап қалдым, кішкене әлсіредім, неттім деп. Вот сол нәрсенің өзін тану, соның өзін ұстап алудың өзі сіз осы уақытқа дейін осыншама, былайша айтқанда, осындай состояние халді сіз жинап келдіңіз да, ол сізге кәдімгідей салмақ болып тұр да. Ал сіз осымен ана дүнияға өтіп кетсеңіз қалай болар еді? Мысалы ше, Гүлнар ханым, ойланып көріңізші. Бақыттысыз ғой негізі. Аллаға шүкір. Керемет. Өте қуаныштымын. Кім сөйлейді тағы да? Лариса ханым, сөйлейсіз ба? Сізде не түсіндіңіз, не түсінбедіңіз, қандай пікіріңіз бар? Үндемей отырып кетпеулеріңізді сұраймыз. Не болса да, оқысаңыз да оқымасаңыз да ашық болайық. Қазір Айгүл ханым келсе, Айгүл ханымға сіз табыстаймыз сіздерді. Сосын жаңа түлектерде практикаларыңыз көбейтесіздер. Сосын менімен тағы да талқылар жасайсыздар. Әлде жұмыстарыңыз бар ғой, терапияларыңыз? Кеш жарық барлықтарыңызға мен айтайын деп жатыр едім. Айтайын ба? Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға қуаныштымын. Осындай сіздермен бірге, осылай сабақ оқып, бір ай бірге болдық. Негізінде жаңағы маған ұнағаны ең бірінші, барлығымыз
барлығымыз бір ұжым болып таңертең шығып таңмен мысалға бір өзіміз болсақ, жалғыз болсақ негізі шыға алмаймыз ғой. Әне шығамыз, міне шығамыз деп ерініп сөйтіп қаламыз кей кезде да. Бәріміз бірге шығып, мысалға әркім өзінің үйіндегі жағдайын, басындағы жағдайларын айтып атады. Сондайлардың бәрін өзіме түйіп алам да, біреулер айтып атқан кезде ойлап тұрам, менде де бар екен ғой сондай деп, өсту керек екен ғой деп сөйтіп отырасың. Сол қызығынан маған сондай ұнады. Өйткені басқа курстарды алғанда бүйтіп живой бір-бірімізбен сөйлеспейміз, жаңағындай таңмен шығып энергия алмаспаймыз деген сияқты ғой. Мында енді кәдімгідей бәрі андай не болды, жақсы жаңа энергия алмасу сондай жағынан ұнады. Иә, рухани достар ғой. Иә, рухани, иә. Сосын көп аса жаңағы мен көп ондай курсты алып оқып жүрдім ғой, бірақ мына сіздерде түйді барлығы бар екен. Сосын басынан бастап жаңағындай айна деді, мысалға бинокль деді, сол техникалардың бәрін бергеннен кейін мен ойладым, осындай болады екен ғой деп. Бұрынғы оқығандар, біреулерден үйреніп оқығандар, мысалға курстар алдық, орысша курстарда ондай білмейді екенбіз. Мынада енді сіздерде түйді барлығын бір курста бәрін бір айда бір шама нәрсені қамтиды екен. Негізгі бір жылдық оқудың белгісі сияқты. Былай қайталап тағы да қарау керек екен оны. Біз үйден қараймыз ғой, бір күнде бір бересіздер техниканы, одан ертесіне екінші техника келіп қалады, уже ананы үлгере алмаймыз да қарап. Соның бәрін енді мен ойлап отырмын, тағы да 10-15 күн алып қайтып қорытындылау керек сияқты деп. Өйткені оның бәрін, қорытындыламасаң көп информация келді да сіздерден, жан-жақтан видеолар келіп жатыр, жан-жақтан жаңағыдай урок запистер келіп жатыр. Бірін қарасақ, бірін қара алмай, үлгере алмай жатырамыз ғой. Соның бәрі мысалға көп нәрсе беріп жатсыздар, сіздерге рахмет, көп. Біршама нәрсе үйрендім, көрдім. Әлде де негізі көру керек екен, үйрену керек екен деп өзіме сөйтіп қойдым басыма. Ойланып отырмын енді. Екіншісін алу керек пе екен деп, қалай болады екен деп. Негізі біріншісінде деп жаңағыдай бір басын алып қалып, бірін тиіп, бірін тимей сөйтіп қалдық та, осында да негізі нақтылап, дұрыстап, тиянақтап, ұстап алып жүру керек екен. Сосын мен айтамын да, осы сіздерге келгенде жаздың кезі, осындай көктемнің кезінде жазда жүру, барлық энергияны көтеріп жіберіп сөйтіп жатырсыздар да, сіздерге рахмет. Негізі осы жақсы кезге келген екенмін деп өзіме сөйтіп ойлап қойдым. Иә. Сіздерге барлықтарыңызға жеміс тілеймін. Рахмет сіздерге, ұстаздар, сіздерге де. Лариса Негізі ханым, керемет болып. Қолыңыздан келетін сияқты, алып кететін сияқтысыз, жассыз. Негізгі техникалар бір-бірін қайталайды негізі. Түсінген адам, мысалы, Райхан біліп отыр, қайталайды. Просто сізге оны ростовқа қою үшін ғана берілген ғой. Мысалы, ой жаттығу береді, сөз жаттығу береді, бинокль. Айналып келіп, сіздің ішіңіздегі ойларыңызды басқаруға көмектесетін техника ғой. Негізі формат ол өз-өзіңізді басқару үшін ғана да негізі. Бүйтіп, прям зациклиться ететін қажет жоқ. Бір техниканың өзін жақсы игерсеңіз, уже қалғанын сол нәрсені қамтиды да просто. Сонымен айнамды тауып алуды, сол техникасын үйреніп алуым керек, сол қиындау болып тұр маған шамалы. Негізгі мощь нәрсе сол ғой енді. Соны үйреніп алу керек негізі. Лариса ханым, мен де мысалы, сіз айтқандай 6 жыл бойы оқыдым да, тоқтамастан оқыдым. Менде даже педагог, психолог диплом бар, көк диплом, институт бітіргем да. Білесіз ба, айнада не үшін мен тоқтадым? Себебі 10 минутта мен айнамды түсіндім. Ана курсқа барам, кішкене бір нәрсе аламын, аяқтан жинаймын да, ар жақтан бірақ мәселем шешілмейді да. Білесіз ба, менде ең бірінші қандай терапия болды? Алмагүл ханым маған жасады. 1,5 жыл бұрын мен қызыммен мәселе болды. Өйткені қызым менің ол кезде 15 жаста болды, екеуміз түсінісе алмаймыз. Бүкіл жағдайын жасаймын, сөйлесем, бірақ екеуміз бір-бірімізді түсінісе алмаймыз да. Не істесем болады тағды деп жылайтын едім ғой мен не істесем болады. Ана қызым маған постоянно каприз көрсетеді да, түсінбеймін не болып жатқанын Мен Алмагүл ханымға кәдімгідей жыладым бар ғой. Қайтып бір қызды тәрбиелей алмайсам, мен не істеп жүрмін дедім өмірде Сөйтсем, оказывается, ол қыз менің айнам екен да. Мен ол кезде айнаны білмеген ғой мен. Миллион курс оқып алғам. Бірақ жаңағына жинақтап түсіне алмай жатырмын да өз-өзімді Сөйтсем, оказывается, жаңағы қызым менің 15 жастағы кезімді көрсетіп тұр маған. Мен әке-шешеме не істедім? Соның бәрі қызым маған көрсетті ғой.
жүгіріп барып әке шешемнен кешірім сұраймын. Қызым әдемі болып қалады, күшті болып ше. Бір ай күшті болып жүреді да, қайтадан тағы каприз шығарады, жүгіріп ата анамнан барып кешірім сұраймын. Сөйтіп кешірім сұрап, 1,5 жыл болды да. Тоқтамастан ата анамнан кешірім сұрап жатырмын да. Мен өте бір сондай ерке қыз болған екенмін. Менің ойымша ақша таусылмау керек. Ақша бер деп сөйтіп сондай өскен екенмін да. Мен қызым сөйтті ғой. Қанша ақша берем, барып бір күнде жұмсап келеді. 300 мың бересің ба? Bir күнде жұмсап келеді. 100 мың теңге бересің, бір күнде жұмсап келеді. Шынын айтайын да сіздерге. Одан кейін мен өзім сондай болған екенмін да. Мен соны түсіндім, кешірім сұрадым. Қазір қызым деген мынандай идеальный болып қалды ғой. Содан мен түсіндім, оказывается, мен егер ішімді айнамды емдемесем, онда бар ғой, ол сен 100 курс оқысаң да, ол болмайды екен. Соны мен мойындадым, емдеп бастадым ше. Түсінесіздер ма? Алмагүл ханым, дұрыс айттым ба? Сіз не айтасыз, Лариса ханымға не айтасыз? Нақты сіз как раз 15 жаста өзіңіздің әкеңізге бір шартыңызды таптыңыз да, сосын Дубайға ұшып кеттіңіз ғой. Қызыңыз, мама, түсіндім, мен бұл ақшаны дұрыс қолдана аламын, рахмет сізге деп кеп етіңізге сүйді. Одан кейін басқа да бір модельдарыңызды тауып жұмыс жасадыңыз. Қазір қызыңыз сізде чатағы жоқ, өзі білім алып, өзімен өзі. Қызым мынандай болып қалды, идеальный мен. Просто сізге дайын бір модельдарыңызды табуға, әке шешенің орнынан, әке шеше болып кеткеніңізді тауға мүмкіндігі болды да. Лариса ханымға не айтасыз, Алмагүл ханым? Лариса ханымға мен 2-ші айда оқуды ұсынар едім. Не үшін? Просто сондай сезім келді. Бұл білімнен бір түсінік алған болсаңыз, айна деген не? Айна деген сіздің өзіңіздің бала кезіңізде жазып кеткен модельдарыңызда. Модель деген сөз, былайша айтқанда, программа, который сіздің қазіргі өміріңізде болып жатқан сынақтарды шақырып жатыр. Сол сынақтардың себебін, яғни моделін айнаның көмегімен, айна техникасының көмегімен барып сезінген кезде, мысалы, қазір Райхан айтады, тәжірибе, қазір Динара ханым айтсын өзінің несін. Манзура ханымда да свежий, рұқсат болса, өзінің бір қазір кейсі бар ол кісінің де. Бәрі сөйлестір ғой, Сол үшін нақты айнаны оқыған кісілер қазір 1-2 мысалын айтсын да сізге, чтобы сіз түсінуіңіз үшін да, ол қалай жұмыс жасайды. Бұл жерде техниканы сіз өзіңіз рұқсат ете бастаған кезде ішкі әлеміңізге фокусты жан-жақтағы жағдайды, бұл менің бір себебім ғой, менің бір мінезім бекен, менің бір түсінігім бекен деп өзіңізге алған кезде ғана жұмыс жасайды. Ақылыңыз бір жақта, әлі де ойыңыз басқа жақта, денеңіз басқа жақта болса болмайды. Сізге толық берілу керек. Жаңа Гүлнар ханым, толық берілдім деді ғой. Мен түсіндім, бұл менің өмірім. Мен автор болып кеппін осы нәрселердің. Енді мен соны қайта жазуға өзіме рұқсат етем деп, 2-ші айды оқимын деп кеп отыр бұл кісі. Негізі. Бұл жерде менің көңілім үшін емес, бұл курс жақсы екен ғой деп емес. Мені тапқызып жатыр Алла тағала. Бұл білім арқылы маған бір нәрсе үйретіп жатыр деп, Алланың маған жәрдемі деп келуіңізді сұраймын. Білесіз ба, Лариса ханым? Тағы бір айнамды айтқым келіп тұр, сізге 1 минуттық қысқа ғана. Андай болды да, қызымның жаңағы айттым ғой, 10 мың теңге берсем де аз дейді, 100 мың де берсем де аз дейді да. Мен сол Алмагүл ханымға отырған кезде, бұл менің қандай айнам деген кезде, оказывается, мен Алла тағала маған берген ризықты аз дейді екенмін, білесіз ба? Маған қанша ризық берсе де, менше Аллаға риза емес екенмін. Мен Аллаға риза болған кезде, менің қызым маған риза болады екен. Достар, мен сізге айтайын, балдарыңызға ше. Бала егер ата-анаға риза болмай жатса, представляете, мен кешірім сұрадым ғой, жатып тұрып, жаңағы кешір, Алла кешір мені. Маған қанша ризық берсе де, мен аз бердім деп айтыппын Аллаға ше. Қанша, мысалы, әдемі үй берсе де, бұдан да күшті үй сұраппын. Мықты денсаулық берсе де, одан да күшті өмір сұраппын да. Тоймайды екен менше. Содан кейін масқара кешірім сұрап, мен вообще прям нөлге түстім ғой. 16-шы этажда нөлге түскен кезде, құл халіне түскен кезде. Білесіз ба, мен қызым жаңағыдай ақша жаратып тоқтатты ғой. Сұрамайды мүлдем. Жаратпайды да, сұрамайды да. Ака, ол маған риза. Өйткені мен өзім Құдайыма риза болдым ғой, білесіздер ма? Осы айнаны айтқым келеді, қыздар. Керемет.
негізі жаңа Кенже ханым мысалы болса да, Гүлнар ханым өзінің де жаңа күйеуімен бір сұрақтары болды, өзінің жаңағы жұмысымен. Бұлардың бәрі Майра ханым тілімен айтатын болсам, сіздердің өздеріңіздің бір жауаптарыңыз еді да, қыздаршы. Сол жауаптарды танитын білім ғой бұл. Түсінесіздер ма? Қазір Манзура ханым өз мысалымен айтсын. Манзура ханым рұқсат па халыққа өзіңіздің көтере алатындай тіліңізбен айтуға? Яғни, мен сондаймын десе адам, менде жоқ, күйеуімде жоқ, күйеуім түсінбейді деген сөз сіздердің рухани азықтарыңыздың негативный форматы. Сол жаратылып жатыр өміріңізге. Не адамның әрекетімен жаратылып жатыр, не балаларыңыздың әрекетімен. Майра өзінің кімге қарыз екенін, яғни қызы ақшаны лақтырып жатса, Майра Аллаға міндетсініп жатыр да, сенің ақшаң керек емес деген сияқты. Түсінесіздер ма? Құдайға сондай әңгіме айтып тұр. Бірақ ол Құдай деп ойлаған жоқ. Иә, әке шешесіне сендер маған керек емессіңдер, сендер вообще маған дұрыс қарамайсыңдар деген бір нәрсе ойы ғой енді просто. Сол нәрсесін қызы көрсетіп жатыр да. Түсінесіздер ма? Сол үшін сіздердің бастарыңызда болып жатқан жағдай тікелей сіздердің өздеріңіздің қарым-қатынастарыңыздың нәтижесі. $200 берсем, қызым $200 лақтырды ғой маған. Мынаған не келеді деді ғой мынаған. Ойлаңдаршы, 100 мың теңге деген. Мынаған дейді, не келеді дейді ғой маған. Лақтырып жіберді. Сол лақтырған кезде мен барып масқара дедім, мынау шошиын дедім ше. Жыладым қалма ханымға барып ше. Масқара мен құтқарыңыз дедім, мынау не болып жатыр мына жерде дедім. Сөйтсем сондай болып жатыр екен, ужас. Мен деген содан мен айнаға жабысып алғам ғой. Тек қана айна іздеймін, болды. Өйткені мен айна құтқарды да, түсінесіздер ма? Яғни қайталап айтам, айна деген сөз Алла тағаланың сіздерге өзіңізді тануға арналған бір құрал. Сіз сол құралдың көмегімен, ол құрал адамдардың әрекеті, күйеуіңіздің әрекеті, соның жауабын өзіңізден іздеп табасыздар. Түсінікті ғой? Я, Лариса, простой тілмен айтып тұрмын айнаның. Мінекей, Айгүл ханым келіп таныстырып жіберейінші. Айгүл ханым, қош келдіңіз. Біздің түлектер, Айна академиясының түлектерінің кураторларыңыз болады. Құдай қаласа, сіздер сол чатқа тіркейміз. Любой сұрақты қоясыздар, бәріміз жауап көмектесеміз. Айгүл ханым, қош келдіңіз. Қайырлы кеш, ұстаз Майра ханым, әріптестер, қалайсыздар? Қайырлы кеш. Жағдайыңыз қалай? Кешірім сұрайын басталып кеткенімге. Қош келдіңіз, Айгүл ханым. Өзіңізді таныстырып, шәкірттерді қабылдап аласыз ба? Рахмет. Менің есімім Айгүл Ғалымжанқызымын. Айна тілегінде мына ұстаздың курсында 3 шілігін оқыдым. Қазір телеграм чатта куратормын. Біздің чатта 53 әріптестеріміз бар. Ал енді сіздерді күтудеміз. Ол жерде жаңа сұрақ жауапқа қандай мәселе болып жатырған, ұялмай жаза беріңдер. Өзіміз сияқты адамдарымыз бір-бірімізге қолымыздан келгенше көмектесеміз. Ол жерде ұстазымыз бар, Майра ханым бар, кураторлар да бар басқа. Ақтау қаласында. Өзім Ақтау қаласынанмын. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Айгүл ханым, өзіңіздің мысалыңызбен айна техникасы туралы бір ауыз сөз айтып жіберіңізші. Айнаңыз қалай оқып жатырсыз? Айна не әкелді сізге? Қысқаша нұсқа. Өзіңіздің бір айнаңызды қалай тапқанды айтып қойыңызшы, түсінікті болу үшін. Мен айнамды дейтін керемет жұмыс жасадым. Мен айнама дейтін келін мәселемен келдім. Келініммен қазір өте күшті қарым-қатынастамыз. Енді дейтін бұрын дейтін тек минусын іздей беретін, үй жинасам тек ішімнен анда ойлап жүретін, мынаны не істеп тастамады, мынаны не істеп тастамады деп мен өзімше құдай болып жүр екенмін. Сол келіннен өзім айнамды таптым. Мен де өзім келін болдым ғой кезінде. Вот, соларды көріп тауып неткесін келінім себепкер болды. Енді қазір дейтін әңгімеміз біз дейтін андай рухани әңгімеге күшті кетеміз. Айтып Подружкамыз. Айгүл ханым, немерелі болдыңыз, иә еще? Немерелі болдыңыз. Клиенттарыңыз көбейді. Клиенттерім көбейді. Мен бар ғой, уже шаршап кетемін. Иногда айтам, құдайым ау, мына дейтін үлгермей жатырмын деп. И ана клиенттер перезапись жасаймын басқа күндерге, олар да дейтін спокойно жазыла қояды, бәрін Аллаға тапсырып, Алла тағала. Маған дейтін, мен бүгін шаршап тұрмын, осы енді осы келетін қайырлы клиент болса келетін. Ертең келсінші деймін да, өзін реттеші осы записімді деймін. Иногда бір уақытқа, например, бірнеше клиентті жазып қояды.
сол кезде де аллаға тек тапсыра қоямын. И осыны реттей қойшы деген ғой, сол моментте өзі реттей қояды ғой, алла. Айгүл Представляете, бақытты ма? Айгүл бақытты ма? Ер азаматымен қатынасы қалай? Балдарымен қалай? Шүкір Аллаға, шүкір Аллаға. Ол дейтін күнде жұмыс қой, ұстаз. Уже дейтін жеңіл болады да. Бұрын, например, Маша. қиналып істейтін едік. Қазір уже жеңіл. И бұрынғы жаңа жүрек тынышталды, жүрек. Машалла. Бұрын жүрек дейтін, жаңа дейтін, біреу-біріне ойбай, қалай айтамын, не болады деп іздеп кететін, қазір тып-тыныш. Тәубе Аха. етіп, Геморройыңыз кетті, біраз ауруларыңыз кетті, иә? Аллаға шүкір, иә. Аллаға шүкір. Мен қазір дейтін жұмысыма барам, өзіме де қарап бастадым. Жаңа тренировкаға барам, таңда тұрам. Молодец. Супер. Серуендеп жүрем, ішіммен тәубе техникаларын жасаймын, ризашылығымды айтамын. 99 Алланың есімін қазір дейтін тыңдап жүремін. Сол арасында инстаграмға кіріп тұрамын. Ағайын туысыңызбен қатынасыңыз, Айгүл ханым, ағайын туыстарыңызбен қатынастарыңыз нығайды, иә? Иә, жақсы болды. Представляете, бұрын дейтін мен дейтін жаңа қайын жұртыма өте қатты спасатель болдым мен дейтін. Солар дейтін мені мазаламайды ғой осы күнде. Мазаламайды вообще. Иә? Артық қамқорлық босаттыңыз ғой сіз. Босаттым. Керемет. Әлі Молодец. де Супер. ойнап тұрады, мына жаңа әдет дейтін, әдет қой бұрынғы. Енді Аллаға қазір жаңа тапсырдыңыз ғой. әдетке көшіп, жаңа әдетке көшкеннен кейін, ана бәрі жайлап отлипаться етеді да сенен. Сөйтіп. Күшті. Күшті. Өте Молодец. керемет, рахмет, ризамын. Рахмет, Айгүл ханым. Аха, Ортада енді болған үшін өте Манзура ханым, ризамын. сізге сөз берсек? Алла разы болсын. Айгүл ханым, рахмет. Иә. Көп. Айнаңыз қалай таптыңыз, Манзура ханым? Аха. Айгүл ханым, кешірім сұраймын. Рахмет сізге, ризамыз. Алла разы болсын. Рахмет сіздерге де өте қуаныштымын. Даусым сындырып тастайын. Даусыңыз ашылмады ғой. Манзура ханым, даусыңыз. Даусыңыз аша ғой. Болды, ашылды. Мен жаңа жауып отырдым ба? Сол кеш шарықтарыңызға, сол Айгүл ханымды көріп қуанышты болып отырмын. Бұдан былай енді телеграм чатында Айгүл ханыммен жиі кездесеміз. Құдай қаласа, Айгүл ханым менің группаласым, сондықтан маған ыстық көрініп жатыр. Біріншілікте де бірге оқыдық, одан неде де ПСП-да да бірге оқығанбыз, бір ондықта болып. Енді міне бүгін екінші легіне қатысып Айна академиясымен аяқтап жатырмын, өте қуаныштымын. Ұстаздарыма ерекше алғысымды айтамын. Алмагүл ханым, осы жолы жаңағы таңғы рухани дәрістеріңізге риза болдым. Өте көп мағлұматтар алдық. Керемет техникаларды ұсындыңыз. Тәубе техникасы, ризамын деген техникалар, енді бұлар керемет техникалар ғой, Аллаға жақындау. Енді осы Айна методикасы бұл өте терең білімді қамтитын курс. Сондықтан мен де осыны жалғастыруды ниет етіп отырмын. Әумин, ура! Бұл жерде күшті, қуаныштымын. Көркемділікке, шынайы құл болуға, таза ниетте болуды, енді керемет рухани дәрісті жан-жақты, міне 3 ұстаз болып жан-жақтан беріп отырдыңыздар. Алғыс айтамын сіздерге. Осыны енді бізге тек қолдану ғана қалды. Қолданып жатырмыз. Күн ішінде қолдану, сәт сайын қолдану деп Шакира ханым да айтып отырды жаңағы таңғы серуендерде. Өте жақсы түсініктер келіп жатыр. Бірақ мен де кураторларға, 3 айдан артық оқығандарға өте қызығып отырмын. Білімнің тереңділігін, жаңағы маңыздылығын байқап отырмын да. И мен де осылай ең болмағанда 3-еуін оқып көрейінші, ары қарай тағы уақыт көрсетер деп отырмын. Мен де осы келесі лекке жазылуға ниеттеніп отырмын. Аумин. Ура! Бәріңіз үшін қуаныштымын. Мен де көріп отырмын өзімнің группаластарымның, жаңағы курстастарымның өзгерістерін. Керемет өзгерістер. Өзім басымда да бір шама өзгерістер бар. Ер азаматыммен қарым-қатынасым. Айнаңыз айтып беріңізші, Манзура ханым. Ең бір күшті, өзіңіз бір түсінген, бір жақсы оқыған бір айнаңыз тауып беріңізші, айтып беріңізші, қызық болсын.
Енді үлгі болсын бізге. Қуанамыз ғой, сіздер үшін бір айна оқысаңыздар, вау деп. Мен қай бір жерде кешірім қай сұраймын, бұл жерде информация болып Манзура кеткен. ханым бір сіңілісін жіберген еді жақында. Иә, Жеке иә. терапиямды алды. Ол кісі Манзура ханым енді туысқандарына қатты жанашыр екен. Бірақ кеше ол кісі маған өте керемет отзыв жазып жіберіпті. Мен ризамын сізге. Мен сіңілімнің маған деген жанашырлығын енді түсіндім. Мен сізді ұстаз ретінде мойындаймын. Рахмет сізге. Өзінің жеке ұстазы бар екен бұл кісінің, сіңілісінің. И айтады да, мен Манзураны енді түсіндім деп тұр да ол кісі. Күшті. Өте сондай бауырына рахметін айтып жатыр да. Мен соны өзінің аузынан күтіп едім, Манзура ханымның өзі айтам екен деп. Өйткені то сіңілін ойлайды, то әпкесін ойлайды бұл кісі. Бірақ ол кісілер Манзурадан да мықты дамып жатқанын сезініп жатырмын. Иә, сондай болып жатыр, шүкір. Бала шағамнан да сезіледі, келініммен қарым-қатынастарда да сезіліп жатыр. Өткенде келінімнің қасында болдым ғой. Сол кезде ана өзіңді ұстап алу, бинокльді өзіңе бұру, фокусты өзіңе бұруды, моментально бұруды үйрендім да өзіме. И сол арқылы жаңа сезімімді жеткізем, келінім маған сезімін шығарып алады. Қайтадан ары қарай уже жақсы қарым-қатынасымыз нығайып жатқанын сезудемін. Қызымның өзі осы бір аптаның ішінде 3 рет сезімін айтты ғой. Оған күліп жатырмын. Сен тек маған қайта сезімің жиналып қала береді екен да, деймін да. Бір аптаның ішінде мама, мен сізге тұра тұрыңызшы, айтып алайын дейді да. Ашуланғаным үшін кешірім сұраймын, ренжігенім үшін кешірім сұрайын деп 3 рет айтты ғой. Осы бір аптаның ішінде не бар. Манзура ханым, керемет нелер. Сіз онда бала халге түскенсіз ғой. Егер сіздің қызыңыз сізге сондай сезімін айтып, сізден кішірек тұратын болса, онда Манзура өзінің ата-анасының алдында кішірек тұр деген сөз. Күшті. Бала болып тұр да, өз орныңызда сіз да. Ер азаматтың алдында да біраз өзгерістер бар. Енді мынау прямой эфир болғаннан кейін ашып айтып жақсы өздеріңізге кеңеліп жатырмын. Шүкір Аллаға, ризамын сіздерге. Рахмет, рахмет. Қаша енді. Ал, енді Ақкенже ханым не айтасыз? Қайырлы кеш баршаңызға. Өте қуаныштымын бүгінгі күнге. Осы қатыстырып отырған, бүгінгі күнді нәсіп еткенге Аллаға ризамын. Барлық ұстаздарыма, кураторыма алғысым шексіз, группаластарыма. Бүгінгі бітіріп отырған кешіміз құтты болсын. Бәрімізде жаңағыдай көп өзгерістер болды. Маған жаңағы осы курстың ұнағаны, жаңа айтып жатырық қой, бүкіл оқып жатырық барлығын. Былай өтеп шығамыз. Бұған келген себебім жаңағыдай бір-бірімізбен осындай ашық қатынас. Сонысы маған ұнады. Өте ұстаздардан өте керемет, жаңағыдай өз жауапкершіліктерін алып, біздермен кәдімгідей бірінші класс сияқты, әліппе оқытқан сияқты нықтап, не көрдіңдер, не естіңдер, түсіндіңдер ме, айтыңдар деп жан-жақтан бізді мәпелеп жатыр. Сіздерге Алла разы болсын. Еңбектердің жемісін көріңіздер. Сіздерге ұстазымыз көбейе берсін. Өткенде айттым ғой, мен өмірде ұстаз деп жүретім, Алладан сұрайтын едім. Ура, ұстаздар таптым мен деп. Жаңағыдай. Өте қызығатын едім. Сондықтан өздерім ұстазым таптым. Өзім деген сізге ат қойдым, сұлу ұстазым деп. Енемнің аты болғасын, енемнің аты болғасын, атай алмайын деп. Жаңағыдай Алмагүл ұстазға, Шакира ханымға, кураторымыз өте тамаша адамдарсыздар. Енді жаңағы айтқан өзгерістер көп болып жатыр. Көп нәрсені былай қарасақ элементарный нәрсе екен өмір деген. Күрделі қылып отырған барлығын өзіміз екен. Былай ойлап қарасақ, ешқандай өмірдің қиындығы жоқ. Алла бізді қиналу үшін жіберген жоқ. Алла бізді бұл өмірде рахаттанып өмір сүріп, адамдарға пайдамыз тисін деп, жан-жағымызға пайдамыз тисін деп жіберді. Біздер соны осознанно түсінуіміз керек екен. Өзіміздің айнамызды өзіміз тауып, мысалға, енді көп нәрседен мен жоқ деп айта берген қой. Болып тұрса да жоқ. Енді қазір уақытта ол нәрсені ауыстырдым. Жаңағыдай айтып жатырмын ғой, пробкада тұр, келе жатыр, келіп қалды, міне деп өзіме шақырып алып жатырмын. Шүкір Аллаға, мықты. Кеше
Алланың қалауымен бірінші, екінші Шакира ханымның несінен кейін ойлаймын, сіздің рухани дәрісіңізден кейін де ойлаймын. Алмагүл ұстаздың қанша үйретіп жатыр біздерді. Жаңағы айтқан нәпсімізді жеңдік қой бірінші. Жаңағы Лариса ханым айтқандай, өзімізге қалса біз шықпаймыз ғой таңға қалғанда. Бүгін тұрам, ертең тұрам, 10.000 шақты істеу керек дегенді білеміз де, осознанно соны істемейміз. Нәпсімізді жойып, жаңағыдай таңға тұрып, жаңағыдай как порядок ретінде, жауапкершілік ретінде осы тұру керек деп тұрып, сіздермен болып, және Алмагүл ұстаздың жаңағыдай күшті ыдаған тектек қыз ана иттерім деген үріп бастағанда айтты ғой, тоқтай тұрыңыз, Ақкенже ханым, жаңағыдай иттер тыныштандырайық деп, ол қалай деп қоямын ғой. Тұрып алып иттердің қожайынына шығып тыныштандырып, өзім үйреніп алдым ғой, содан кейін шығамын да айтамын, иттердің тұра тұрыңдар, бұл сендердің жолдарың емес, бұл деген, бұл адам жүретін жол, қожайындары кәдімгі тынышталыңдар деп. Оның үстіне қызық бір нәрсе, жұмыста отырғанда көкшімін кіріп кете береді, да? Көкшімін оның алдында өлтіріп жүрдім ғой бәрін сатырлап. Алмагүл ұстаз айтқаннан кейін қызық болды. Көкшімін келеді ұшып, сосын айтамын, ал сендер өмір сүргілерің келе ме, әлде өлгілерің келе ме? Өмір сүргілерің келсе, тып-тыныш шығып кете қойыңдаршы осынан. Мен сіздерді өлтірмей ақ қояйын деп, қинамайын деп. Сөйтесем, ана көкшімін кірмейді ғой, шығып кетеді. Балам айтамын ғой, балам айтады, ол қалай, мама не қуатсың дейді. Қазір қарам, мен саған доказать етемін деп. Солай шығып кетеді. Ойбай, сіз құрт құмырсқаның бәрімен сөйлесіп жатырмын десеңіз, түйсігіне кіріп, иә? Солай болып тұр ғой да, білмеймін, солай айтамын. Сол жоқ болып кетеді, көкшімін таң қалам. Айналайын көкшімін, бұл адамдардың жүретін жері, өтінемін, бұл жерден кетіп қалыңдаршы деп. Солай айтамын, сіз сияқты. Сосын енді көп нәрсе. Жолдасым, мен де шындай енді ойша жіберіп жатырмын ғой, ризашылығымды, менде көп не солай болды ғой. Өзі ризашылығымды жіберіп жатырмын. Қазір енді тіпті вообще ұрысатын да, спорласатын да. Уақыт таба алмаған Ақкенженің өзінде де осындай өзгеріс болып жатыр екен, тамаша. Сізге білмеймін енді, менің нем емес, жүректен келген ұсынысым, мүмкіндігіңіз болса, Алла тағала қалап тұрса, қалауды тыңдап, 2-3 ай оқып алуыңызды ұсынамын. Обязательно, мен өткенде айттым ғой, мен қалмаймын енді. 6 ай оқиды ғой. Құдай қаласа, енді... Жоқ, 2-3 ай максимально оқуыңызды ұсынамын, хотя бы минимальный. Потому что сізде уже өзгеріс басталып жатыр, Алланың қалауымен. Мен Аллаға мың шүкір іздегенімді таптым деп ойлаймын. Енді жаңағыдай өте, енді жаңағы жұмыс бабымен бір жұмадан бері кішкене шыға алмай қалдым таңға. Бірақ енді оны Алла реттейді деп ойлаймын. Бірақ өте қуаныштымын, сіздерде тамаша ұстаздарымен танысқаныма. Осындай, және еще группамызда керемет достарымыз тапқаныма күшті өзіме. Бір үйдің балаларындай ма? Шакира ханымның еңбегін келесі айда лекте, мысалы осы келесі лекте басқа куратор беріледі сіздерге. Ол кісі де өте тамаша өзімен жұмыс жасап, айнасын 6 ай оққан кісілер. Бәрі осылай. Эльмира ханым да, Шакира ханым да, Рабиға ханым да айнаны 6 ай оқыған кісілер. Рабиға ханым арқылы келдім ғой мен. Ол кісі баяғыдан айтып жүрген маған, Ақкенже ханым қатысыңызшы деп, оны мен сол кейінге деп бұйырған легі осы болды маған. Жаңағыдай. Бұл ертең Құдай қаласа Рабиға ханымға түсуіңіз мүмкін. Құдай қаласа, или Эльмира ханымға түсуіңіз мүмкін. 3 топ болса, көреміз, 2 топ бола ма, қаншалықты болатын бұйырса, 1 июльде басталады. Ақкенже ханым, өте қуаныштымыз сіз үшін. Прям қуанып қалдым, өзіңізде прям ана неңіз расслабленный отырсыз да, күшті, прям ана женственность кішкене бір әйелдік бір неңіз артқан сияқты, иә, Райхан ханым? Рахмет. Сондай бір әдемі, расслабленный отырсыз да. Ана, Райхан ханым біздің қыздардың группасын бірге қосыңыздар, Райхан ханым, сізге сөз берейік онда. Жоқ, басқа кісілер болады группаларыңызда, қыздар. Өйткені ауыстырылады, өйткені ол өзінің де заңдылығы. Сосын басқа осы группада кісілермен араласасыздар ғой, ол общий топта отырсыздар, бірақ басқа кісілер келеді да, сіздер ол кісілерге үлгі боласыздар енді. Құдай қаласа, иә. Алланың қалауы. Рахмет, көп рахмет. Ақкенже ханым, Алла разы болсын сізге.
керемет жетістігіңізге Молодец. прям суперсіз ғой. Иә, бір ай Мен, бұрынғы а- Ақкенже мен қазіргі Ақкенжеде разница байқалады ма? Кім айтады? Лариса Өте- ханым, байқадыңыз өте ба Ақкенже байқалады. ханымды? Қатты байқалады. Мансура ханым, байқадыңыздар ма Ақкенже ханымда? күшті Қатты байқалады. сезіліп еді ғой негізі. Иә. ханымнан Ақкенже ханым сөйлегенде тек қана негатив айтады. Қазір оның бәрін қойып, жүзінен де жадырап нұр шашып тұр ғой. Көрініп тұр. Рахмет. Иә. Күшті. Әдемі болып тұрсыз Ақкенже ханым. Рахмет. Лариса, байқадыңыз Бәріне ба? міне жүрем. Аха, Лариса айтсыншы. Иә, Байқадың ба Ақкенже? негізі ол ападан байқадым мен. Қазір қарап отырып қой. Өзіміз былай біле бермейміз, сырттағы адамды былай көреміз ғой негізі. Сырттағы адам тез көрінеді ғой, білінеді. Ақкенже ханым негізі басында келгенде де иә ол апамыз жаңағыдай болды ғой. Мен де былай, менің саудам мынандай, менде бәрі жаман деген сияқтыдан басталып кетті ғой. Қазір енді негізі өзгерген бәрі енді өзіне қарай тартқан болып тұр ғой, бәрі өзімнен деп позитив ойлайтын болып тұр ғой. Соған қарай негізі өзгеріс көп ол апада, жақсы. Қуанып отырмын, бәрін көріп, мәз болып отырмын өзім әйтеуір қуанып. Бәріңізде тұрып қалды ма? Менде естілмей қалды. Бәріңізде солай болды ма? Жоқ, Естіліп тұр. Естіп жатырмыз. Рахмет қыздар. Кім жалғастырады? Райхан? Райхан ханым жалғастырады. Динар ханым, дайын отырасыз ба? Сізден тыңдайық. Иә, менде айтатыным көп, бірақ осы 3-ші айда. Қысқаша айта салыңыз. Иә, қысқаша айтайын. 3-ші айда, мысалы 1-ші айда қазір Лариса ханым айтып жатыр ғой, кішкене қалып баратқан сияқтымын, игере алмай жатқан сияқтымын деген сияқтар бар ғой. 1-ші айда оқығанда ондай менде болған. 2-ші айда басқаша болады да. 3-ші айда, мысалы, мен жүрегім ашылды да, до такой степени адамдарды жақсы көретін болдым да. Мен бұрын адамдарды қатты жақсы көре алмайтын едім. Мен жүрегім өзімді өзім жақтырмай жүретін едім да. Мен қазір до такой степени да, жүрегім ашылған соншақты қазір группада қанша адам бар, соның титтей бір жақсылығы болса, бір өзгеріс болса, қатты қуанып жатырмын да. Енді бәріне советую жалғастыруға. Алла разы болсын. Күшті, рахмет. Күшті. Сантурия ханым, сіз сөйлейсіз бе, Сантурия ханым? Иә, мен Сантура апа бір денсаулығына байланысты терапия алған. Қазір Сантура апа сөйлейді. Майра ханым, мен бір нәрсені ұмытып кетіппін. Енді 4 құбыламыз тең болсын деп, Сантура апа бізде ең үлкен қарты, жас үлкен шәкіртіміз. Бұл кісі бізде 3-ші лек оқып жатыр, иә, Құда қаласа. 4-ші лекке ауысайын деп жатыр, білімше, иә. Мен шатасқан жоқпын ба, Райхан ханым? Мен 2-ші лекте оқыдым. 2-ші лек. Мен Сантура апа, сіз өзіңізбен күшті жұмыс жасап жатырсыз. Майра ханым рұқсат болса, мен осы кісіге де жеңілдік бергім келіп отыр. Сантура апаға да өзінің айнасын жақсы оқи бастады. Сол үшін бұл кісіге де 50% жеңілдікті үлкен кісінің батасын алайық. Хорошо. Кісі жақсы, пенсионер кісі ғой, әрине, иә? Сантура апа, қабыл алсаңыз, сізге біз нау 3 үздік шәкіртке сыйлаған жеңілдікті сізге сыйлаймыз. 50%-пен 50 мың теңгеге оқимын десеңіз, құтты болсын, Сантура апа. Рахмет. Алла разы болсын. Қалай болдыңыз? Ода Алланың қалауы. Мен онсыз да өзім бір осы неде болса 3-ке толтырайын деп оқиын деп отқан ниетім бар, ниеттеніп қойғанмын. 3-ші лекке қатысамын деп. Білем ғой, миллионер екеніңізді, бірақ сіздің батаңызды алу ол вообще басқаша. Алла разы болсын. Қош көрдік. Қорытынды кешке қош келдіңіз барлықтарыңызда. Мен Аллаға разымын. Бұл білімім енді айтарға сөзім жоқ. Мен Алламды таныдым. Өзімді таныдым, таптыған сияқты болып. Мен осыдан 1-2 сағат бұрын бүгін қорытынды эфир, мен не таптым, не қорыттым деп өзім оңаша отырып осы бөлмеде қорытынды жасадым. Молодец. Сол кезде өзім осылай деп айттым да. Бұл 1 ай оқыдым, 2-ші айым бітіп жатыр. Мен шындығында Алланы таптым деп жүргенім бұрын. Жоқ, ол аузым екен, ерімнің ұшы. Мен осы жолы шындығында
Алла менің жүрегімде екенін сезіндім. Мен келген уақытта айтқанмын, сезім деген не? Мен сезіне алмаймын ештеңені дегенмін шындығында. Иә, қорқып келген ме сізді? Ойбай, қорқып кеткен сізді қалай емдейміз деп. Иә, сезім деген не? Мен сезіне алмаймын екен деп айтқаным өзім есімде. Сезімді сезініп білдім қазір. Өзімнің кім екенімді таныдым. Фокусты өзіме қарай бұрдым. Бүгін отырып алып айттым да, мысалы, әр адамның артында Алла тұрса егер, сонда бұл адамның бәрін маған Алла тағала жіберіп отыр ғой. Келін қылып, біреуін қыз қылып, біреуін бай қылып, бәрі Алладан келді ғой. Сонда мен Аллаға не деп тіл тигізем? Екі жасты Алла қосады дейді. Менің жолдасымда да мені Алла қосқан екен, біліп қосты. Немерені Алла беріп отыр. Оларды мен деп шулағанын көтере алмасам, бәрі Алланың жіберген маған пендесі ғой. Мен бәрін солай жақсы көруім керек екен. Әрбір адамның істеген ісінен, әрбір сөзден мән беріп, мен бәрін өзімнен іздеуім керек екен ғой. Оның бәрін маған сол өзімнің кезінде жазып алған, айтқан, көрген ісімді Алла тағала ал, міне, осыдан сабақ ал, мына жеріңді дүзе, сенің мынадай мінезің бар, мынадай қасиетің бар, деп тұр екен ғой. Деп соның бәріне өзім қорытынды жасадым. Кітап жасайын деп қапсыз ғой, Сантор апа уже. Ойбай, машалла. Рахмет, Алла дедім да, Алла рахмет осындай түсінікті берген маған. Мен осы сәтте түсіндім шындығында, міне осы сәтте. Енді әрі қарай кең Алла кеңшілігіменен осыны меңгеріп, осы істі жалғастырып, адамның бәріне мейіріммен қарау қалған екен ғой, маған тек мейірім төгу қалыпты. Машалла. Сантор апа, толық жасыңыз қаншада? 70-темін, міне ертең 10 күннен кейін 70-ке шығамын. Ай, машалла. Ай, қыздар не істеп ұйықтап отырсыңдар? Лариса 70 жастағы апам мынандай өзгеріс жасап жатыр. Мен айтам, всегда пример қылып айтам, всегда. Молодец. Сантор апа, өте жақсы сіздің трансформацияңыз, ростовкаңыз өзіңіздің жасыңызға енді супер, өте тамаша. Енді кім сөйлейді? Аллаға сансыз шүкір, бұны әуелі Алла, қалды осы сіздердің арқаңыз. Мен мақтанғаным емес, 10 жыл болуға айналыпты осы психологияны оқығанымға. Қаншама шығып атқан орыс кітап, қазақ кітап бәрін оқып жатырмын мен. Бірақ түсінік енді келді маған. Адамға бір түсінікте Алладан келеді екен ғой өзі. Түсінік. Болдыңыз ғой, жаңадан туылдыңыз ғой, бітті ғой. Осыған жету керек еді бәрімізге. Осы жаңа туылуға жету. Алғысым шексіз. Сіздерге. Әуелі Алла, қалды сіздердің арқаңыз. Алла мадақ болсын. Рахмет. Мақтау Аллаға, рахмет, себепші болып жатқанымызға шүкір. Амен. Сантор апа, рахмет, тамаша қорыттыңыз. Барлық адамдардың айтқысы, немесе айтатын тілектерін қорытып бердіңіз ғой, не болса да. Енді Алмагүл апай бар екен. Қарабалина ма? Қараба фамилиясы. Апай, жағдайыңыз жақсы ма? Сөз кезегі сізге келді. Алмагүл апай бар ма? Алмагүл апай бар. Динара ханым дайын отырсын. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Кеш жарық. Қалайсыз? Сіздерді көргеніме қуаныштымын, жақсымын, Аллаға шүкір, аман есемін. Менде де біраз өзгерістер болды. Менде баста осы оқуды оқығанда негізі күйеуім қарсы болған. Қазір енді шүкір Аллаға, қазір үндемейтін болды. Балам ұйықтап, тамалы өзгерістері бар, Аллаға шүкір. Керемет. Туысқандарымның балдары бұрын келмейтін үйге. Қазір немере балдар келеді, үйден шықпайды. Апа, Алмагүл апа деп келеді. Өте осындай қуанышты нелерім бар. Апа, өзіңіздің жан дүниеңіз қалай болып жатыр? Ұлыңызды ойлағанда, жалпы өмірді ойлағанда, тыныштық бар ма жүректе? Келе бастады ма? Тыныштық бар, шүкір. Көп жаңағы бәте беріп отырам, күнде жұмысынан келгенде кеткенде жақсы көріп бәтемді беріп отырамын.
өзім Техникаларды жан жасап жатырсыз ба? Бастадыңыз ба сабақтарды қайта қарап, ютубтағы сабақтарымызды, қарап техникаларды? жатырмын, иә. Иә, Мгм. әлде де мен көп бәрін қарауым керек басынан қайтадан. Менде негізі бір кереметтей өзгермесем де, уже енді солардың бәрін оқып, менде үзбей оқимын ба деген ойдамын, Құдай қаласа. Онда Жетістікте. сезімді ағама айтыңыз барып. Мен мына оқуды оқығым келіп жатыр, маған алып берші деп айтыңыз. Мұқтаж болып тұрмын деп айтыңыз. Иә, Дәл иә, осылай Құдай айтыңыз. қаласа. Дәл осылай айтыңыз. Жаным, менің мына білімді алғым келіп тұр, мұқтаж болып тұрмын. Маған алып берсең қуанар едім деп сезім айтыңыз ағама. Айтамыз, Атама. айтамыз. Бір Аллаға Иә, сыйынып айтың. иә, сіздерге рахмет, қандай керемет өзгерістер болып жатыр. Бұрында вообще басқаша ойлайтын едік, қазір сезіміміз, ойымыз бәрі түзерді, жақсарды, жақсы көреміз адамдардың бәрін қазір. Машалла. Жәрдем беріп жатырмыз, Алла Аллаға разы болсын. шүкір. Молодец, Сіздерге рахмет. Сіздерге рахмет, Алла разы болсын. Сіздердей жандарға келіп оқығаныма қуаныштымын өте. Алдыңғы Алла разы Алмагүл мен болсын. қазіргі Алмагүлдің арасы түсініктері бар ма? Жақсы ма? Ара қашықтық сезіледі ма? Алдыңғы Алмагүл мен қазіргі Алмагүлде. Иә, сезіледі. Қазір жақсы, Аллаға шүкір. Енді өйстіп оқи берсек жақсы болып кетерміз деп ойлаймын, Құдай қаласа. Енді Алла өзі беріп қойған ғой ол жақсылықты. Просто сіз аласыз Иә. өзіңіз өзгерумен. Басқаша қайдан аламыз? Тек өзіңіз өзгерумен ғана аласыз. Алла бәрін шешіп қойған, жаным сол. Рахмет, Алмапа. Алла разы болсын. Танысқаныма қуаныштымын, күтемін. Мен сізге ұсынар едім тағы бір ай оқу, бір ай оқу тағы да. Жарай ма? Енді көріңіз өзіңіз. Жарайды. Иә, Құдай қаласа. Динара ханым, сіз сөз кезегі сізге. Видео аудиоңызды ашып, тілек айтып, бата бересіз ба? Қайырлы кеш, баршаңызға. Кеш жарық, Динара ханым. Менің дауысым естіліп тұр ма? Тамаша. Естіліп тұр, әдемі. Аллаға рахмет айтам. Ең бірінші осы курсқа қатысуға нәсіп еткеніне. Сіздерге Алла разы болсын. Алмагүл ұстаз, Майра ханым, Шакира ұстаз. Ризамын. Өздеріңіз білімді беріп, тағы да бізді үздік етіп таңдап, 50% жеңілдік беріп жатқандарыңызға алғыс білдіремін. Шын жүректен. Өте керемет сабақ болды. Жалпы енді маған оңай болды, шынын айтайын. Просто осыған дейін ізденіп келе жатқаннан кейін маған оңай болып өткен. 2019-дан бері оқыған барлық білімдерді қорыту және бәрін орнына қою, пазлды құрастырған кезде бәрі орнына келе қалды да. Сол қорыту маған сол жағынан оңай болды. Ризамын. Алмас ұстазға да ризамын осы уақытқа дейін білім берген. Негізінде не үшін ол кісіден алған білімдер менде қорытылмай келгенін түсіндім. Ер азаматқа қатысты мендегі көптеген программалар болған екен, негативті. Оларды ауыстырдым. Айнада таптыңыз ғой оның бәрін. Иә. Программам табылды ғой, иә? Иә, ер азаматтарға қатысты көп программа табылды. Солардың барлығын позитивке ауыстырдым. Енді нәтижесі Алладан. Қазір енді шынымен де адамдарға басқаша көзбен қарайтын болдым. Бұрын жек көретін едім шынымен де. Оны мойындау керек қой енді. Бұрын басқаша едім, қазір басқаша болдым, шын. Расында, одан кейін Алмагүл ханымның енді Алладан берген қабілеті, ол дұға еттіңіз ба деген сияқты сондай бір сөздері маған қызықтырады да. Өйткені ол кісі жеке қабылдаған кезде сөйтіп айтады, сіз дұға еттіңіз ба сондай деп. Соған байланысты тоже менде сондай қабілетті ашылып кеткен деп тілеймін да. Ризамын. Тамаша. Ризамын. Динара ханымда өте үлкен прогресс болып жатыр екен. Общем, ақша ағылып келіп жатыр деген сөз ғой. Қабілет негізі. Құдай қаласа. Одан кейін тағы бір айтатын миссия деген нәрсені түсінбейтінмін мен. Сол миссияны түсіндім. Жалпы пайдалы болу екен, адамның пайдалы болам деген сайын,
өзінің құндылығы да өзгелерге де құндылығы да арта береді. Молодец. Яғни Молодец. нәпсіден миссияны ажыратып алдыңыз ғой. Негізі Көбінде нәпсіде жүрміз да, неге Майра бүйтпейді, менің миссиям неге маған ғана пайдалы деп Шакира ойлайтын да. өйтпейді деп жүрем ғой мен мысалға. Ал миссиям бір жақта, нәпсіммен жүрмін да. Сол үшін мен не істеймін? Майра ханым өз жұмысы бар, Шакира ханым өз жұмысы бар. Демек мен өз жұмысым бар. Мен нәпсіде тұрмауым қажет деп нәпсіні ажыраттық миссиядан, достар. Миссияны дұрыстап ажыратып алыңыздар нәпсіден. Жарай ма? Айпон деген кім? Айпон деген бір апай отыр. Ол Гүлнара ханым болуы мүмкін, или Аружан ба екен? Білмеймін, айпон деген кім? Айфон негізі Гүлнара ханым. Гүлнара ханым болды. Онда Шакира ханымға сөз береміз, содан кейін Алмагүл ханым өзінің дәрісін беретін болады. Шакира ханым, не дейсіз шәкірттеріңізге? Разысыз ба? Шакира ханымға разысыздар ма? Разымын, Алла разы болсын. Керемет. Мен негізі бір ауыз сөз айтып кетсем екен. Супер. Қазір Шакира ханым 1 минут, шәкірттер рұқсат сұрап жатыр. Мен айтайын деп едім, осы білімге мені жібергенсіз сіңіліме, Сәуле сіңіліме көп рахмет айтамын. Сол Сәуле арқылы сіздерге келдім, сол Сәуленің. Мені бой бермей, Гүлнар тағы мен неше курстар оқыдым ғой, Гүлнар осы бір курсты оқышы деп ойбай. Мені жібергеніне сіңіліме көп рахмет. Молодец. Сәуле тамаша кісі, машалла. Ал Шакира ханым сөз кезегі сізде. Шакира ханым, дауысыңыз үзіліп кетіп жатыр. Мен қазір видеоны өшірмесем, бізде кешке қарай онша ұстамайды. Сіздердің бәріңізді тыңдап отырып, прям бір мейірім кеп тұр да, сіздерден білмеймін, почему-то сондай нәрсе сезіліп жатыр да. Білмеймін, әйтеуір сондай сезіліп тұр енді, Алла білуші ғой. Алла разы болсын сіздерге, мына зейіндеріңіз ашылсын. Мен де ризамын сіздерге, ашылғандарыңызға, терапия кезінде, мына таң серуен кезінде ашық сұрақтар қоясыздар. Алла разы болсын. Оның өзі де бір өзгеріс қой, бір қадам деймін да, алға қарай, Алламызға қарай жақындап жатырмыз. Енді тағы да ары қарай біз таудың етегінде жүрсек, таудың ортасына бардық. Енді соны шыңына шығуға әрекет жасаңыздар, иншаллах. Бәрі де өздеріңіз қолдарыңызда, бәрі де өздеріңіз ниеттеріңізде, таңдау өздеріңізде. Тек қана алға дейін болды. Рахмет. Тоқтамауымыз қажет. Рахмет. Әуелі Алла, Алмагүл ұстазыма ризамын, Майра ханыма ризамын, сіздерге ризамын. Осы Алла тағалам сіздерді менің өмірімде жолықтырғанына ризамын. Рахмет. Шакира ханым, сізге ризамын. Рахмет, өте тамаша. Ұстазсыз, мамансыз, кураторсыз, өзіңіздің жұмысыңызды барынша бере білуге тырыстыңыз. Беріп те жатырсыз. Алла абыройыңыз арттыра берсін. Рахмет сізге. Мен өзімде мысалы үшін әлі тәжірибе жинаудамын. Әрбір шәкіртке жасаған терапия болсын, әрбір сұрақтарынан мен өзіме де инсайт аламын, өзімде өзгеріп келе жатырмын. Алланың қалауымен қаншама инсайттар алдым терапия кезінде. Осы өздеріңіздің әрбір қойған сұрақтарыңыздың өзінен мен өзімді де тәрбиелеп жатырмын да әлі. Сол үшін тал бесіктен жер бесікке дейін білім деген ол әрқашан қажет екен. Ол білімге құйып жатқан ақшаның бәрі мен өзіме құйып жатқан инвестиция деп есептеймін. Күшті, рахмет. Рахмет. Ал барлықтарыңызға ризамын. Керемет. Шакира ханым, сізге де ризамын. Алмагүл ханым, шәкірттер барлықтарыңызға ризамын. Алмагүл ханым, сөз кезегі өзіңізде. Өзіңіз терапия жасайын дедіңіз ғой? Мен, сөз кезегі маған бермес бұрын, Майра ханым сізге сөз берейін. Сіз өзіңіз бұл курстан, 6-шы лектен не сезіндіңіз, не айтасыз? Қысқаша өзіңіз өміріңіз және тілегіңіз. Тұлғаларға, рахмет, барлық тұлғаларға мен рахмет айтқым келеді, ризашылық сезім менде. Себебі сондай бір осознанный бір білімге құштар, өзін іздеп жүрген адамдар келді. Бір ешқайсымыз шаршаған жоқпыз. Бәрі өзімен керемет, өздерімен өздері жұмыс жасап жатыр да. Бір комфорт сезіндім мен, жайлылық сезіндім. Сосын өте көп ынта, бұл кісілердің ынта көрдім. Сондықтан мен ризамын. Сол үшін мен себепкер
осы мен өзім лично сауап жинау үшін жүрмін. Осы сауап алуыма сіздер маған себепкер болғандарыңызға разымын. Алмагүл ханым, сізге де өте шексіз разымын. Құдай қаласа, енді жаңалықтардың бәрі айтылды. Жаңағы тіркеген оқимын дегендер тіркеп жатырмын, бұйырса. Қуаныштымын. Өте Рахмет, Майра ханым. Иә, біз енді ақша жағынан да қатты талап етпедік. Өздеріңіз де еркін шын жүректеріңізбен еңбекақыңызды салып жаттыңыздар. Алла разы болсын. Осы білімге берген ақшаларыңыз өздеріңізге көптеген нұрға, жақсылыққа, берекеге себепші болсын. Осы жолы осы 6-шы лек шынымен де Майра ханым сіз айтқандай өздеріне шынымен де белгілі бір патологқа келіп, жоқ, мен шынымен де бір нәрсені түсінуге мүмкіндігім бар деген бір сондай бір, білмеймін, бір таза пейілді адамдар сезіндім енді. Өте қатты сезіндім. Өте жайлы адамдар бәрі болды. солай, адамдардың бәрін солай ойлаймыз, бірақ сіздерден қатты сезілді. Неліктен оны білмеймін, бәлкім сіздердің берекелеріңіз шығар, шынымен де жүректеріңіздің шынымен де тұңғиығында жатқан тазалық шығар деп ойлаймын. Рахмет. Біздің жан айнамыздың емделген тұсын көруге себепші болдыңыздар. Рахмет. Майра ханым, рұқсат болса, онда шәкірттер сіздерге арнайы 6-шы лекке мәңгі махаббатқа, жүрегімді мәңгі махаббатқа арнайым деген бір техника, формат, негізі бір корректированный бір техника, өте қысқа нұсқалы сіздерге арнайы жасап беруге ниетім бар. Жүректі мәңгі махаббатқа арнау. Керемет. Бәріміз жылап шықтық жерде қазір. Видео аудиоларыңызды өшірулеріңізді сұраймын. Мен өткен даусым жетелейді. Ниеттенулеріңізді сұраймын. Мен әрбір айтқан сөзіме мән берулеріңізді сұранамын. Рахмет. Ниетіміз Алла разылығы үшін мәңгі махаббатты жүрекке орнату. Бисмилля. Құрметті 6-шы легі айна методикасына келген шәкірттер, тұлғалар, ханшайымдар, тамаша аналар, тамаша әйел кісілер, тамаша мамандар, сіздерді бүгінгі 6-шы лек бітіру кешімен құттықтаймын. Алған білімдеріңіз, тәжірибелеріңіз өздеріңізге де және қоршаған ортаңызға нұр болып, бұл дүнияның және ақыреттің берекесіне жете беріңіздер. Алла тағаланың құлым, есіктің алдында, Алла тағала жұмақтың алдында сұрайды екен, құлым, мен тағы да саған не берейін депші, не қалайсың деп. Құлым, мен сенен разымын деген сөзін есту сіздерге де бұйырсын. Бұл дүнияда да Алла тағаламен байланыстарыңыз, жаңа Сантур апа айтқандай, жүректен Алланы табып, барлық мәселеңізді Алла шешіп қойғаны, тек қана өзіңіздің мәселелеріңізді ұстап алып, шешіп, тәубемен, қайта дұғаларыңыздың жаңасымен жаңартып отырып, мәңгі бақытқа жақындай берулеріңізге тілектеспін. Жүрекке мәңгі махаббат техникасы былай жасалынады. Бірінші соңғы кездері сіздер қандай тілекте, Алла тағаладан қандай тілектер сұраған едіңіздер? Қаржат тақырыбы ма, денсаулық тақырыбы ма, әлде қарым-қатынас па? Нақты дұғаларыңызды еске түсірулеріңізді сұраймын. Соңғы күндері, осы бір апта, бір ай бұрынғы, азар кесе бір ай, соңғы апталар, немесе соңғы күндеріндегі дұғаларыңызды еске түсірсеңіздер, маңызды. Аллахым, мен саған осы тақырыпта дұға еткен едім, осындай нәрсе сұраған едім деген сияқты еске түсірсеңіздер дұғаларыңызды. Жарай ма? Бірінші қадам дұғаларыңызды еске түсіру. Енді фокусты только демге бұрамыз. Демді алып жатырмын, босатып жатырмын. Демді алдым, сәл ғана ұстап тұрам, жаймен босатам. Босату барысында бүткіл буын-буындарыңыз босап жатқан сезінулеріңізді сұранам. Фокусыңыз айналада жан-жақта тұрған фокусты только ішкі әлемге бұрамыз. Үшінші рет демді алып жатырмын, босатып жатырмын. Қалыпты демге өте беріңіздер. Дұғаларыңызды еске түсірдіңіздер, тілектеріңізді, арман тілектеріңізді еске түсірдіңіздер.
Енді өздеріңіздің бірінші ата-анаңыздағы ата-ана мүшелеріндегі, яғни әке шешеңіздің қайсысына бірінші барғыңыз кеп тұр, сол кісіні еске түсіріңіздер. Кім мамасына барғысы кеп тұр, кім әкесіне барғысы кеп тұр, жүрек қалауын тыңдап, мамаңызды немесе папаңызды табыңыздар. Дәл қазір кім өзінің мамасына барғысы келеді, немесе папасына барғысы келеді, сол кісіге жақындасын. Ол кісі қайда отыр, не істеп отыр, қандай киімі бар, қандай мекенде отыр, қай жерде отыр, нақты сезінуіңізді сұранамын. Бұл ішкі әлемдегі өзіңіздің ата-анаңызбен байланыс. Яғни нақты дұғаңызға кедергі болып тұрған себепті босатуға арналған қадам. Мен өзімнің әкеме жақындап жатырмын. Папам көбінесе табиғатта отырады. Бұл жолы ол кісі жатқан жоқ, кәдімгідей тастың үстінде отыр екен. Даже аттың үстіне отырып жатыр. Керемет өзінің жирен аты бар, сүйкімді. Сол жирен атқа мініп жатыр. Әкеме қарап тұрмын. Барынша әкемді сезінуге рұқсат етіп жатырмын. Бір Алла тағала ол кісінің артында тұрғандай, бар ықыласымен әкемен байланыс құрып жатырмын. Әкешім, папа, мен сізді жақсы көремін. Сіздің минус жағдайыңызда, плюс жағдайыңызда қабылдаймын. Сіздің алдыңыздағы барлық жауапкершіліктерімді қабылдаймын. Сізден сезінген ойларды, сезімдерді, көзқарастарды, түсініктерді өзіңізге тапсырамын. Ол сіздің әлеміңіз. Ал мен өзім сіз арқылы келетін барлық нығметтерге ашықпын. Сізден алған үлгіні алуға, сізден алған тәрбиені алуға, сіздің батаңызды алуға өзіме рұқсат етем. Маған өмірдің ащысы мен тұщысын, жақсысы мен берекесін сезінуге үлгі болғаныңыз үшін рахмет. Бұл жолы рахмет айтамыз, қыздар. Әкешім, маған бөлген әрбір минутың үшін рахмет. Әрбір уақытың үшін рахмет. Мені қалай жақсы көрген болсаң, солай жақсы көргенің үшін рахмет. Мені жақсылық үшін ұрысқаның үшін рахмет. Мені жақсылық үшін тәрбиелегенің үшін рахмет. Өзіңіздің минусыңызбен де мені тәрбиелеуге себепші болғаныңыз үшін рахмет. Мені қызыңыз ретінде қабылдағаныңыз үшін рахмет. Менің өсіп өнуіме бар ынта жігеріңізді салғаныңыз үшін рахмет. Мені ойыңызбен де, сөзіңізбен де, көзқарасыңызбен де қолдағаныңыз үшін рахмет. Мені ашық жасырын жақсы көргеніңіз үшін де рахмет. Менің тілеуімді тілегеніңіз үшін рахмет. Мен сіз туралы Алла тағалама рахмет айтуға ниет еттім. Сіз үшін дұға етуге ниет еттім. Терең демалып аламыз. Оң қолдарыңызды жүректің үстіне қойып, жүректің қолтық астындағы бөлшегіне қарай жақындаңыздар. Яғни, қолтық тұсындағы есігіне қарай жақындаңыздар. Сол жерде жүректің ішкі жағында бір есігі бар.
Ол есіктің алдында арабша Аллах деген жазу бар. Сол жазуға жақындауларыңызды сұранамын. Енді сол есікті кім қалай тоқылдатады өзі біледі. Сол есікті тоқылдату қажет. Яғни ішке кіруге рұқсат сұрау. Ол есікке кіретін жер Алла тағаламен байланыс. Аллахым, мен саған келіп тұрмын, келтіріліп тұрмын. Раббым, мен барлық мойнымды, барлық тәкаппарлығымды, барлығын мойындап алдыңа келіп тұрмын. Алла тағала, мені өзіңе шақырдың, мені өзіңе қабылдадың, өзіңе мені жараттың, өзің мені жараттың, өзің мені қаладың. Раббым, мен саған қайтып келіп тұрмын. Өйткені келген есігімде, барар есігімде, мені қабылдай алатын да есік сенің ғана алдың. Алла тағала, мені қабыл етуіңді сұраймын. Мен ұзақ сені менсінбедім, қабылдамадым, ойламадым, көңіл бөлмедім, естімедім. Аллахым, мені кешіре көрші. Мен саған мұқтаж екенімді мойындаймын. Мен сенің алдыңда әлсіз екенімді мойындаймын. О жаратқан ием, мен саған мәңгі махаббатымды арнағым келеді. Өйткені сен маған мәңгі махаббатыңды арнадың. Маған арнаған мәңгі махаббатыңды қабылдауға өзіме рұқсат етемін. Алла тағаланың мәңгі махаббатын, құлына деген мәңгі махаббатын қабылдауға өзіме рұқсат етемін. Жүректен сіздерге байланыс келіп жатыр. Аллахым, менің жүрегімді тәрбиелейтін өзіңсің. Аллахым, менің жүрегімді өзіңнің махаббатыңа тәрбиелей көрші. Раббым, мен махаббатымды саған арнадым. Сенің маған деген махаббатыңды қабылдаймын. Мен мәңгі махаббатқа ашықпын. Алланың мәңгі махаббатын толық қабылдаймын. Бастан аяқ түгел бойыңызға ұлы Алланың махаббатын толық босатуыңызға, кіргізуіңізге рұқсат етуіңізді сұраймын. Аллахым, қайсы біріңіз анаңыз немесе әкеңіз арқылы айтыңыз. Аллахым, маған анамды беріп, маған әкемді беріп, олар арқылы маған ол кісілер мейірім, қамқорлық, махаббат берді. Аллахым, олар бала кезімде мені тәрбиеледі, қолдарынан келгенше маған үлгі болуға тырысты. Суық кезеңде де, ыстық кезеңде де, қуаныштарында, қайғыларында да барынша маған көңіл бөлуге тырысты. Аллахым, оларды есіркей көрші. Алла тағала, олардан разы бола көрші. Мен олардан разымын. Сенің маған ол кісілерге разы болғаныңды қалаймын. Аллахым, менің ата-анамды, әкемді Фирдеус төріне қоя көрші. Жұмақтың ең биік төрі Фирдаус жұмағына қоя көрші. Алла тағала, мен одан разымын. Ол кісіден өзің разы болуыңды сұраймын. Ол кісінің барлық минусын, плюсын, барлық пендешілігін Аллахым сен ғана кешіре аласың. Алла тағала, маған тек қана опыт болды ол кісінің минусы. Ол кісінің плюсы да маған опыт болды. Мен оларға қарап, ол кісінің опытына қарап, өзімді таптым, сені таптым. Алла тағала, сол үшін мені де ол кісілерді кешіре көрші. Әкем арқылы, аталарым арқылы, қайын жұрт ата-бабам, нағашы аталарым арқылы келетін барлық берекеге, барлық махаббатыңа ашықпын, ғашықпын, рұқсат етем. Сенің рұқсатыңа мұқтажбын, Алла тағала. Менің осы өтінішімді қабыл алшы. Мәңгі махаббатқа ашықпын.
Терең дем ал. Молодцы. Енді дәл солай. Соңғы кездері қандай тақырыпта дұға етіп жүрсіңіздер? Денсаулық тақырыбы ма екен, әлде махаббат тақырыбы ма екен, әлде қанағат тақырыбы, әлде қарым-қатынастар тақырыбына дұға еттіңіздер ма? Дұғаларыңызды есіңізге түсіріңіздер. Сол дұғаларыңыздың орындалып жатқанын, Алла тағала оның бәрін шешіп қойғанын, тек қана өзіңіздегі кедергіні анықтау үшін анаңызға, қайсы біріңіз папаларыңызға бармаған болсаңыздар, папаларыңызға барыңыздар. Осы дұғаларыңыздың бәрін Алла тағала сіздерге беріп қойған. Бұл дүнияңызда да және ақыретіңізде де. Бұл дүнияда алатындарыңызға, жақындауларыңызға, анаңыздыға жақындауыңызды сұранамын. Мен анамды таптым. Анам дәл қазір ол кісі құрақ құрап жатыр, сол жерге бардым. Анамды толық сезінуге рұқсат етемін өзіме. Анамның сөздерін, ол кісінің маған ұнамаған жерін, ұнайтын жерлерін бәрін сезініп жатыр. Анамның төмен жағына отырып, анама рахмет сөзін айтуға дайындалып жатыр. Мама, құрақ құрағаныңыз үшін рахмет. Маған үлгі болғаныңыз үшін рахмет. Маған өзіңіздің сынағыңызды көрсеткеніңіз үшін рахмет. Өзіңіздің басыңыздағы сынақтарды сезіндіргеніңіз үшін рахмет. Анашым, мен сіздің ойыңызды, көзқарастарыңызды, сөздеріңізді бәрін өзіңізге тапсырам. Бұл сіздің ойыңыз, бұл сіздің жағдайыңыз. Мен оны алмасам да болады. Мен де сіздің алдыңыздағы өзімнің жауапкершілігімді алам. Сіз туралы дұрыс ойлауыма, сіз туралы жақсы ойлауыма, жақсы сезінуге өзіме рұқсат етем. Сіздің жауапкершілігіңізді толық өзімнен босатам. Сіздің алдыңыздағы қызыңыз болу жауапкершілігімді қабылдаймын. Сіз жайлы өз ойларымды, өз түсініктерімді, өз көзқарастарымды дұрыстауға жолға шықтым және рұқсат етем. Мама, мен сізден кешірім сұраймын. Сізге рахмет айту үшін келдім. Сіздің ана болуға тырысқан әр сәтіңіз үшін, маған бөлген әр уақытыңыз үшін, энергияңыз үшін, көңіліңіз үшін, шайыңыз үшін, тамағыңыз үшін, әрбір сыйлығыңыз үшін, маған жасаған дұға тілектеріңіз үшін, қолдауыңыз үшін, мен сізге ризамын. Рахмет, мама. Мама, бар болғаныңызға рахмет. Мені өмірге әкелгеніңізге рахмет. 9 ай мені көтергеніңізге рахмет. Мені қабылдағаныңызға рахмет. Мені қорғағаныңызға рахмет. Маған сенім білдіргеніңізге рахмет. Мені сыйлағаныңызға рахмет. Мені жақсы көргеніңізге рахмет. Мені жаман көргеніңізге де рахмет. Мама, барлығының түбінде мені жақсы көргеніңізге рахмет. Ризамын сізге. Оң қолдарыңызды жүрегіңіздің ішкі жағына қарай қойып, сол жердегі есікті тоқылдатыңыздар. Я Аллахым, мен саған шақырылдым. Нәпсімді игеріп, саған қарай бұрыла алғаныма, сені ести алғаныма, саған уақыт бөле алғаныма, сені тыңдай алғаныма, саған көңіл бөле алғаныма, мен ризамын өзім үшін. Алла тағала, мен сенің қазір
әміріңе бойын ұсынып, мен әлсіздігімді мойындап, тәкаппарлығымды мойындап, өзіңе шақырылдым. Қалай болса да мен шақырылдым, Аллахым, соғыл үшін де ризамын. Әлде кеш па, әлде ерте ма білмеймін, бірақ барлық үшін ризамын, Алла тағала. Маған осы мүмкіндікті бергеніңе рахмет. Аллахым, анамнан разы болуын сұраймын. Маған бала кезімнен маған бөлген әрбір уақыты үшін, махаббаты үшін, қолдауы үшін, мен үшін, плюс үшін ризамын, Алла тағала. Алла тағала, бұл кісі мені бала кезімде мәпеледі, өсірді, қолынан келгенше қорғады, сыйлады. Мені жаманшылықтан қорғағысы келіп ұрысты, ренжіді, ол үшін де ризамын. Алла тағала, анамды Фирдеус жұмағына қоя көрші. Я Алла тағала, ол кісіден разы болуын сұраймын. Мені де ол кісіні де кешіре көрші. Аллахым, анамның барлық біліп білмей істеген күнәларын кешіре көрші. Менің де біліп білмей істеген күнәларымды кешіре көрші. Я Аллахым, анамды өзің өте биік жұмағың Фирдеус жұмағына қоя көрші. Алла тағала, мен разымын анам үшін. Осы разылықты саған айту үшін осы жерге келіп тұрмын. Осы келуімді қабыл алуын сұраймын. Береке беруін сұраймын. Анам арқылы келетін барлық мәңгі махаббатыңды, мәңгі сүйіспеншілігіңді, мәңгі кешіріміңді қабылдаймын. Алла тағаламның анам арқылы беретін барлық махаббатына ашықпын, рұқсат етемін. Мен өзімді Алла тағаламның мәңгі махаббатына арнауға өзіме рұқсат етемін. Бастан аяқ ұлы Алланың барлық махаббатына, мәңгі махаббатына рұқсат етемін. Я Аллахым, осы амалды маған мен сұраған барлық дұғаларымның маған да қоршаған ортағасында ақыретіме де қайырлысымен беріп, ата-анамнан разы болып, ата-анамнан келген мәңгі махаббатты өзіңе тарту етем. Аллахым, бізге берген барлық махаббатыңды, мәңгі махаббатыңды қабыл алам. Я Раббым, рухыма да, жаныма да, тәніме де және қоршаған ортама да соны жеткізе алуға мені де, осы кісілерді де, осы шәкірттерді де себеп етуін сұраймын. Я Раббым, құлым, мен сенен разымын деген нығметіңе жетуге бізге жәрдем берші, Раббым. Бір өзіңе өзімізді аманаттадық. Амин. Аллахума салли аля сейдина Мұхаммад. Қабыл болсын, достар, ем болсын. Осы техниканы сіздерге тарту еттік. Тамаша. Қалайсыздар? Керемет. Күштіміз. Керемет. Керемет. Алла қабыл етсін, періште умилдесін. Ал, Сантори апа, енді бір батаңыз берсеңіз, соны аяқтаймыз. Бізге бір бата береріңізші. Соны аяқтаймыз сонымен. Алла тағала қайырлы білім болсын. Я Құдайым, оңдағай, оң жолына бастағай, бәлекеткей, дұға жеткей, Алла тағала екі дүниенің абыройын беріп, тілегімізді қабыл еткей, алхам берекетін бере көр, құл Алланың қуатын бере көр, екі дүниенің абыройын бере көр, екі дүниеді Алла тағала осы отқан шәкірттерге, ұстазға, бәріне отбасына береке, бірлік, ауызбіршілік, ынтымақ беріп, Құдайым тек не берсе бердім деп берекетімен, берекесіменен, жемісімен, жеңісіменен қайырлы етіп бергей, жеңіл етіп бергей, қайырлы амалдарды нәсіп еткей, қайырлы білім болғай. Әумин. Аллаху акбар. Алла қабыл етсін. Рахмет, апа. Баршаңызға қайырлы түн. Рахмет, Майра ханым. Алла разы болсын. Жақсы, онда сау болыңыздар, қаласа. Тіркелем деп айтқанымда бір тіркедім. Тағы да тіркелгісі келгендер маған хабарласасыздар ғой. Жақсы, онда бұл мен жіберемін. Инстаграмда эфирға шығып тұрамыз. Келіңіздер, талқы болып тұрады, Құдай қаласа. Арнайы. Тіркеліңіздер, жақта бірге боламыз.
Амин. Жақсы. Алла разы болсын.